Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен қызыл ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Өйткені дәл осы бойынша жасасаңыз, ірімшіктеріңіз керемет, дәмді, әдемі, сочный, мощный болып шығады. Ендеше бастаймыз. Газымыздың астын жағып, оған жабыспайтын, күймейтін қазанымызды алып, соның үстіне цельный сүтімізді құямыз. Мен 6 литр сүт құйдым. Цельный сүт деп отырғаным, қыздар, ол сепаратордан өтпеген, қаймағы ажыратылмаған сүт. Кейбір адамдар абрат сүттен де жасайды ірімшікті, бірақ мен абрат сүттен жасауға кеңес бермеймін. Өйткені ол қаймағы алынып қалғаннан кейін сепаратордан өтіп, ірімшіктеріңіз жұмсақ, дәмді болып шықпайды. Ал цельный сүттен жасасаңыздар ірімшікті, ол қаймағы бойында болғасын, кәдімгідей жұмсақ, сочный болып, ірімшіктеріңіз қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Бұл жердегі айран, менде қолдың айраны осындай қою, созылмалы болу керек. Сүтімізді алдымен осылай пісіріп аламыз. Содан кейін жаңағы дайындаған айранымызды үстіне осылай құямыз. Айранды құйып жібергеннен кейін ожаумен бір рет осылай араластырамыз және газымыздың астын баяу етіп қоямыз. Ол көк суы әбден бөлініп шығуы керек. Оны қазір алдағы видеода көретін боласыздар. Қыздар, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, бір 10 минуттан кейін осылай көріп тұрғандарыңыздай көк суы бөлініп шыға келді. Енді осы көк суды ожаудың көмегімен алып тастаймыз. Бірақ бәрін алмайсыздар. Где-то 6-7 ожаудай алып тастасаңыздар жеткілікті. Бізде әлі ұзақ қайнатамыз ірімшікті. Суы сол үшін керек болады. Пышақтың немесе вилканың көмегімен осылай бөліп, бетін астына қарай аударып қайнатасыздар. Өйткені ірімшіктің екі жағы бірдей қызаруы керек. Көк суы азайып, ірімшігіміз осылай қызарғаннан кейін үстіне бір стакан немесе шай ішетін кесемен шекерді салып, тағы осылай қасықтың немесе ожаудың көмегімен араластырып шекерін тағы бір 10-15 минуттай қайнатамыз. Сладкийді көп ұнатпасаңыздар, жарты кесе шекер салуға болады. Уақыттарыңызды бөліп видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Сіздермен болған қарапайым ауылдың өмірімен бөлісіп отыратын қарапайым сол ауылдың келіні жаңылсын. Оңай жасалатын қызыл ірімшігіміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.